Ол Құдай жоқ деп айтатындарға шайтанның өзі таңғалатын шығар. Ей, сен атеистсің, робот. Сен Илон Масктың командасы ойлап тапқан. Аспандар мен жерді жаратқан Аллахта күмән бар ма дейді. Енді Құдай жоқ болатын болса, бекерге айғайлағанның пайдасы жоқ дейді да. Ал Құдай бар болып қалатын болса, отношениені бұзбай ақ қояйық дейді. Құдай жоқ деп айту үшін, ол сенің тек қана иманың емес, логикаң құрған деген сөзді. Сен бір малдың дәрежесіне түсіп тұрсың деген сөз. Аллахтың барлығына иман келтіру. Аллахтың барлығына иман келтіру бұрын кезде ол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям 7 ғасырда Аллахты жоқ деп айтқан қауым болған жоқ. Аллахты жоқ деп айту кейін адамның ақылы төмендеген кезде байта болған. Пайғамбарымыз кезінде Құран аяттарын қарасаңыздар, хадистерді қарасаңыздар, Құдай бар ма, жоқ па деген тақырыпта дауласып жатқан жоқ. Олар о дүниеде қайта тіріле ма, тірілмей ма, Аллахқа серік қосуға бола ма, болмай ма, Иса пайғамбарға сиынуға бола ма, болмай ма, арабта жаңа пұттарға сиынуға бола ма, болмай ма, жын мен аруаққа сиынуға бола ма, болмай ма, осы тақырыптарда дау болып жатыр. Бір Алла, әсіресе ең қаттысы бір Аллаға сиыну тақырыбында болған. Осыларды көреміз. Бірақ олардың арасында Құдай бар ма, жоқ па деген тақырыпта дауласқан жоқ. Таң қалатын нәрсе, ібліс, Аллахтың лағнетіне ұшыраған ібліс. Біз әрдайым әузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтатын ібліс, Аллахтың мейірімінен алсатылған біз еш уақытта Құдай жоқ деп айтпаған. Ол Құдай жоқ деп айтатындарға шайтанның өзі таңғалатын шығар. Бірақ ол тозаққа түседі. Ал Құдай жоқ деп айту үшін, ол сенің тек қана иманың емес, логикаң құрған деген сөзді. Сен бір малдың дәрежесіне түсіп тұрсың деген сөз. Қазір қарапайым нәрсе айтайықшы бүйтіп. Toyota машинасы өзі пайда болған, ешкім оны жасаған жоқ десек, кімді сендіре аламыз? Менің қолымдағы біреу айтатын болса, швейцарский сағатым бар, өзі пайда болған. Samsung өзі пайда болған. iPhone өзі пайда болған, ешкім жасаған жоқ. Елдер, Жапон халқы анау бір мусорды шығара беріпті, металломды шығара беріпті, сол мусорға бір 40 жыл жаңбыр жауған екен, қараса Samsungтар өсіп тұр екен, елге сатыпты десе, сене ма біреу? Сенбейді да. Өйткені бұндай технологияның артында, Samsungты көрген кезде, біз оны ойлап тапқан адамның артында, iPhone'ның артында қандай ілім бар екен көріп тұрмыз. Технологиядан хабар бар, темірден хабары бар, волналардан хабары бар. Яғни өте көп функциялары біліп тұр. И осыны жасап шығарды адамдар жеңілдету үшін. Яғни бұндай технологияның артында адам тұр деп айтамыз. Болмаса және бір мысал айтайық. Қазір біреулер бір робот ойлап тапты. Қазір искусственный интеллект деген бар ғой. Сен таптың да адам кейпінде бір болса, иттің кейпінде ме, адам кейпінде бір робот жасадың да, сөйтіп оның ішіне жаңағыдай искусственный интеллектті орнаттың. Енді қазір не деп айтады? Неше түрлі нәрсе шыққан екен ғой. Алиса деген бар, тағы да соңғы шығып жатқан GPT ма, GPT деген бар екен. Сөйтесінде қосып қойып сұрақ қоя берсең, жауап бере береді да. Ол адам емес, жаны жоқ ештеңе жоқ, бірақтан жауап бере береді. Мұсылмандарға жаңа жыл тойлауға бола ма деген сияқты. Сөйтсе бола ма, үйтсе бола ма, әркім ерігіп отырады екен. Мен оны GPT деген нәрсенің бар екенін көп білмеппін. Жақында маған бір жігітті, ол досым еді. Іші пысқан ба, сөйтіп соған мен туралы сұрақ қойған ғой. Енді ол жақсы деген, басқа деген, сосын айтқан, оның осындай 4 әйелі бар екен, иә 4 әйелі бар, осынша баласы бар деп айтқан оған. Сосын ол айтқанда, жаңа ерігіп сұрақ қойып, мылжыңдап сұрақ қоя береді екен ғой. Мысалға ол әділетті болып табыла ма? Мысалға ол 4 әйел болған, біздің бір әйелмен жүрміз ол. Осы әділеттілік па десе, біреудің шаруасына айналысқа сенің хақың жоқ. Айтқан ғой, ол интимный вопросы сенің кіруге хақың жоқ. Ол деген шариғатта әділеттік талап етеді. Бұның жауапкершілігі үлкен. Деп ол таңғалып қалғанда сөйтіп жауап берген ғой. Соны маған жіберіпті да. Енді ол өзін тілдеп тұр ғой. Неке мынаған сұрақ қойсам, маған грубый жауап беріп деп қойды да. Өзің сорлы болсаң біреуді кінәлама деген жауап берді ғой маған деп қояды да. Яғни енді біреу айтатын болса, осындай бір роботты адам кейпін жасадың да, искусственный интеллект сақ қойдың. Соған сұрақ қойсаң, ей, не дейді қазір мысалға, өзі сондай роботтардың аттарын қойбаған ғой. Алекс батаған бір атақты бір нелер бар, Илон Маск ойлап тапқан, не деп аталады дейді, оның несі? Роботтың аты, бірдеңе аты бар.
соған айтатын болсаң, сені кім жасады десең, мен ешкім жасаған жоқ. Мен өзім тоқтың әсерінен, темірдің жиналуынан өзімен өзім пайда болдым десе, айтамыз ғой, сен атеистсің, робот. Сен Илон Масктың командасы ойлап тапқан. Сен білмейсің ба деп оған айтамыз, мен мыжимыз да. Жоқ, танымаймын Илон Маск деген адамды. Вообще команда деген мен білмеймін. Мен просто өзім пайда болдым. Десе, осы роботтікін дұрыс деп айтамыз ба? Ал аспан жерінде одан да күрделі да. Субханалла, сен бір Тойотаның артында Жапонның тұрғанын мойындап тұрсың, жұдырықтай басы бар. Самсунгтың артында адамды мойындап жатсың. Айфонның артында адамды мойындап жатсың. Адамдар ойлап тапқан нәрсе қалтаға салып жүретін. Ал енді сен әлі шегіне жетпеген мына әлемше. Қандай дәлдіктер. Алла Құранда айтады: "Афиллахи шаккун фатирис самауати вал ард". Аспандар мен жерді жаратқан Аллахта күмән бар ма дейді. Мынау құр жаратылып тұрған жоқ қой. Бұда қандай дәлдіктер бар. Уашшамсу вал қамару бихусбан. Күн мен ай нақты есеппен қозғалып жатыр дейді. Біз мынау 24 сағат, 365 күнді қаяқтан ойлап таптық па? Бұның бәрі дәлдіктер ғой, ай мен күннің қозғалысы ғой. Біз дәл ойлап, соған қарап алғамыз табиғатта болып жатқан нәрсеге. Соны басы істейтін, ақыл істейтіндер сол жақтан алды, ол қалтасын ойлап келді, мен бүйте салам деп қойған жоқ. Егер сен 23 сағат деп қоятын проблема болады. 25 сағат десең проблема болады. 13 ай десең проблема, 11 ай десең проблема. Дәлме дәл. Құранда келген. Исна ашра шахран, йома халақа самауати вал ард деген сияқты. Аллах Тағала аспан жер жаратқан кезде 12 айды жаратып қойған дейді. Осы есептер кім? Күнді біреу кім? Мысалы қазір дрон деген сондай болды, соғыстың бәрін дрон шешіп жатыр. Аспанда ұшатын дрон бар, жерде ұшыратын дрон бар. Бірақ ол өзі ұшып баратқан жоқ қой, біреу отыр ғой оны управлять етіп. Теңізде жүретін дрондар бар. Ал енді кім управлять етіп жатыр күнді, айды? Бұл өзіміз қалықтап жүрген жоқ, бұл дәлдіктер. Жыл мезгіл ауысуы, адам жаратылысы, біздің температурамыздың 36-6 градус болуы, жүрегіміздің керек кезінде соғуы. Бұның бәрі таңғалатын нәрсе бұл. Бұл Samsung өздігінен пайда болмайтын болатын болса, онда одан миллион есе күрделі адам мен жаратылыс өздігінен пайда болуы мүмкін емес. Енді Аллахтың барлығына иман келтіру. Болмаса, жиі мысал ретінде айтамыз ғой. Кеңес өкіметінде атеизмді үйреткісі келген, олар мынандай нәрсе айтқысы келген ғой. Көрген нәрсең бар, көрмеген нәрсең жоқ деген сияқты. Адам көрмейтін нәрсесі де көп негізі. Көрмейтін нәрсесі көп. Елдер айтпайды ғой, біз жұлдыз көрдік, жұлдыздың ар жағында әлем жоқ деп айтпайды да. Бітті деп айтпайды. Арғай біз не деп айтады? Технологиямыз жетпей жатыр ар жағын көруге деп айтады. Жоқ деп айтпайды. Технологиямыз жетпей жатыр дейді. Сол сияқты сен көрмеген нәрсені жоқ деп айту, ол жалқаулық, болмаса ол тәкаппарлық болып табылады. Кеңес өкіметінің тұсында енді көптеген нәрсе болды. Олардың өздері қиналып жатты, көптеген сұрақтарға жауап бере алмады. Бірақтан сондай тоқпағы мықты болса, кигіз қасық жерге кіреді деген сияқты, сол тоқпақтай берді адамдардың төбесінен. Сонда мұғалім балалары табиғатқа алып шығып айтады ғой енді. Құдай жоқ, аспанға айқайлайық дейді да. Құдай бар болсаң көрін, көрінбесең сен жоқсың дейді. Сөйтіп жаңағы бәрі айқайлайды аспанға. Құдай сен жоқсың, Құдай сен жоқсың. Мұғалім айқайлайды, оқушылар айқайлайды. Сөйтсе бір еврейдің баласы айқайламайды дейді. Сосын сен неге айқайламайсың десе, енді Құдай жоқ болатын болса, бекерге айқайлағанның пайдасы жоқ дейді да. Ал Құдай бар болып қалатын болса, отношениені бұзбай қояйық дейді. Оның логикасы дұрыс болып тұр да енді. Сен бір тұштаң етіп бірдеңе айтасың, ертең өлейін деп тұрсың да, болды. Бәрі Аллахтың алдына барайын деп тұрсың да. Тұштаң етсің, аспанның жерін жаратылсын, әлі сен түсіндіріп бере алмайсың. Аллах Құранда нақты сұрақ қойған. Ам хулиқу мин гайри шайин ам хумул халиқун. Бұл Аллахтың бізге қойған сұрағына жауап берейік, болды. Аллах айтады, жоқтан бар болдыңдар ма дейді. Жоқ әлде сендер жаратушысыңдар ма дейді. Ал жауап берейік. Құдай сұрақ қойды бізге. Жоқтан бар болды дегенді атеистің атеисті мойындамайды. Мына әлемде атеист жоқтан бар болды деп айта ма? Үйтіп айта алмайды. Атеист не деп айтады? Материядан пайда болды дейді. Болмаса өзің жаратушың ба? Біз мына теңізді, тауды осындай болсын, Венера анандай болсын, Марс мынандай болсын, жұлдыздар мынандай болсын, күн осы уақытта шықсын, ай мына жақта шықсын деп біз жараттық па? Жоқ, жаратқан жоқпыз.
Ондай болатын болса, енді бұның жаратушы бар дегеннен басқа қалайын деп тұрған жоқ та, басың істейтін болатын болса, басқа жоқ. Енді сенің миың, сау ақылың Аллахта бар екенін мойындайтын болатын болса, онда Аллах Тағала бізден бірдеңені талап ете ме, талап уже ары кете береді. Сонда бірінші Аллахқа иман келтіру, оның барлығына, бірлігіне, және бізді бекерге қаратып тастап қойған жоқ. Аяхсабул инсану ай утрака суда, адам баласы ойлай ма, оны жаратқаннан кейін бекер қаратып қойды деп.